Мен Байрам Бекзат Ерғалиұлы, Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласында номері 74-261 әскери бөлімінде 2-ші жас сарбаздар ротасының 3-ші взводында отан алдындағы борышымды өтеуге келдім. Сұрапыл соғысқа қатысқан батырлардың арасында менің де нағашы атам болған. Исанбаев Жұмағали Сәдуұлы 1923 жылы Красноводск қаласында дүниеге келген. 1942-45 жылдары майданда болды. Сталинград қаласы, қазіргі Волгоград қаласын қорғауға қатысқан. Соғыста артиллерия взводының полк командирі болған. Соғыс жылдарындағы еңбегі үшін 3 рет орден, 8 медаль, төс белгісімен марапатталған. Соғыстан соң елге оралып, адал қызмет атқарып, жас ұрпақты 40 жыл білім нәрімен сусындатты. Әжеміз Бейбатпен 50 жылдан астам бақытты өмір сүріп, 7 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. 1999 жылы өмірден өтті. Елін жерін, ата-анасын, сүйікті жарын қорғап, отанды сүюді жас ұрпаққа үлгі етіп, өшпес қайсарлықты ұран еткен ұлы адай ұрпағына мың тағзым.